Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз айнадан кімді шақырамыз? Трипитропаны шақыратын боламыз. Трипитропаны шақыратын боламыз. Оказывается, трипитропаны шақырсаң, келет дейді да. Соны біз тексеріп көрейік деп жатырмыз. Мұнда үшеуміз отырмыз, төртеуміз отырмыз. Чакинезаны қойып қойдық. Чакинезаны алып кеткен жоқ, иә? Чаки. Алып кете ма деп ойламыз, алып кеткен жоқ. Ал енді осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Шынымен келе ма, келмей ма көреміз. Айнамызды қойып дайындап қойдық. Мен если честно келет деп ойлаймын, өйткені ол да андай чакинеза, чаки, тун сахур сияқты мемдер ғой, трала. Сен келет деп ойлайсың ба, Сакон? Жоқ. Келмейді деп ойлайсың. Зерде сен келе ма? Трипитропа келе ма? Пока. Иә, пока келеді. Давайте енді бастайық. Қалай бастаймыз? Короче, правиласы қалай шақыру керек. Өзіңіздің алдыңызда бір айна тұру керек та, және әртүрлі мемдерді айту керек. Сол кезде трипитропа келу керек. Например, тун сахот, трала, бомбомбини, гузини, и так далее. Бәрін айту керек па сонда? Бәрін емес, почти. Танымал бір мемдерді айту керек. Сол кезде бәрін білетін, сол кезде ғана кету керек. Давайте енді бастайық. Біз бүйтіп қолымызды ұстаймыз, как зерде кішкентай олай түсінбейді, ал мама оператор болады. Сол үшін біз екеуміз ғана боламыз, бірақ 3 немесе одан да көп адам өте жақсы болады. Айна не үшін қойып қойдыңдар? Айна ол отражениедан бізді көріп, ол келуді. Келу мүмкін ба? Иә. Не? Тоқта, давай. Первый какой? Трала. Давай все. Асықпай айтыңдар, көзімізді жұма. Сендер асықпай айтыңдар, я. Тралалео, тралала, бомбордино, крокодило. Жоқ, төртеуін айтасыңдар. Тралалео, тралала, бомбордино, крокодило, сосын тағым? Балерина, капучино. Содан кейін барып ананы айтасыңдар. Трипитропа. Тыныш сағадат, зерде. Тоқта. Ақырын айтыңдар анандай бүйтіп не, дұқтар шақырып атқан сияқты. Бомбордино, крокодило, балерина, капучино, трипитропа, трипи, трипитропа, трипи, трипитропа, трипи, тралалеро, тралала, бомбардино. Не болды? Гузини? Айнадан ұрып атыр анау. Айнадан шығайын деп атыр. Мәссаған, достар, мынау рас екен. Мама, мен қорқып тұрмын. Мәссаған. Енді не істейміз, достар, тоқта. Мама, енді не істейміз, достар, қалай кетіреміз ананы? Мама, білесің ма, айнаны қойсан, үш нөмірге ет қалады. Мынау айна өте ауыр екен, жеңіл айна алу керек еді. Достар, енді не істейміз? Қорқынышты ойна түрі. Қолың ауырып тұр ма? Я, ауыр екен қатты. Еще бұның салмағы да қосылып тұр ғой мына айнамен бірге. Мәссаған, достар, мынаны қараңдар. Айнаны соғып жатыр, мынау айнадан шығамай жатқан сияқты. Соғып жатыр ма? Я, саған көріп тұрған жоқ, бірақ маған көрініп тұр. Потому что сендер уже андай мемдерді айтып, өз-өздерін защиткаға қойып қойдыңдар ғой. Мәссаған, енді не істейміз? Достар. Қорқынышты екен қатты. Басы балық, үсті бірдеңке. Мен кішкене ғана көріп тұрмын, басынан ғана көріп тұрмын. Мәссаған. Зерде көріп тұр тоже. Не істейміз енді? Достар, не істейміз енді? Мама, мен қолым ауыр кетті, мен шыдамаймын. Мама, мен болды шыдамаймын, қолым ауыр кетті. Енді мынау айнадан шықпайды ғой, я? Айнадан шықпай ма? Шығу керек, инструкциясын солай жазылып тұрды ғой, айнаны қойсаңдар, ол өмірге пайда болып кетеді. Бірақ ол зиянды келтірмейтін шығар, мен солай ойлаймын. Ой, оның түрі жаман ғой, слишком жаман түрі. Мама, сен ауыр сен ұстап көрші, шыдай алмайсың, сен де қойып кетесің жерге. Ол шығады, сосын қалай кетіреміз біз оны? Сен қойдың қазір, мынау шығатын сияқты меніңше. Сосын қалай кетіреміз оны?
Ал енді бұны ауыр жерге қойдың. Сосын шығып кетсе оны қалай кетіреміз? Кетіруге бола ма оны? Мен білмеймін, оны бірнеге беріп, немесе алдап, немесе оны проклятиямен келтіріп или обратный, короче, кетіретін обратный инструкциясын тауып алатын шығармыз, мен білмеймін. Сен кетіруді білмесең қалай кетіреміз? Сен қайдан көрдің? Мұны TikToktан көрдің ба? Қайдан көрдің? Жоқ. Енді Сен телефон көріп атқан ғой, сол кезде бір ютубтан бірнеге шықты да триппитропаны шақыру способы дегенде, сен содан кейін мен айттым да саған, не сен согласиться еттің ғой, сол жерде жазылып тұрды бәрі. Енді қайтып кетіреміз достар. Мен қорқып тұрмын, түн болса мынау қап-қараңғыдағыла. Мәссаған. Мен сағадат не істейміз енді, ютубтан қайтару жолын табатын шығармыз. Иә. Либо жоқ. Не болды? Ана мына жаққа ел алды Мария. Сен кеттің? Қазына қаш. Мынау деген ұрайын деп жүр ғой сендерді. Мәссаған. Мынаны қараңдар достар. Мама, не істейміз? Кеттім. Анау қайда барады? Не істейміз? Анау қазына сен ұрып көрші, анау сен тоже қол жұмсап жатыр саған. Осы жерде тұр ғой, е? Иә. Мама, просто қатты көрінмейді, өйткені біз оны еттік қой, проклятие нетіп қалдық қой қазір. Тағы да ұр. Давай. Құлады, жеңді, молодец. Тұрып алды, давай, сағадат, тағы да. Давай, соқ. Теп, сағадат, теп. Давай, құлады, болды. Давай, қазына ұр, талдырып тыста, давай, талды. Ауыр декен, мен көрмеймін, бірақ ауыр декен. О, достар, талды, болды, все. Алды ма? Иә, қайта, орнынан тұрамай құлап жатыр. Орнынан тұрамай құлап жатыр. Көріп тұрмын, сен көріп тұрсың ба, Сағадат? Бірақ сезіптім, бірақ көріп тұрған жоқпын. Андай невидимка сияқты тұр ұрған кезде. Айнаның бетін жаба салайық. Болды, мынау қайта құлап жатыр қазына. Бетін жаба салам болды. Иә. Кетті ма? Кетіп қалды, все, кетіп қалды достар. Мына айнаның көзін құрту керек болды бізге бар ғой. Айнаның ішіне кіріп кеткен сияқты ма? Что-то Чакинеза аман ба? Әйтеуір Чакинезамыз аман ба? Нормально ма Чакинеза? Чакинеза қайда? Қайда Чакинеза? Қайда кетті Чакинеза? Сағадат, сен мені бағанадан ұқсап тұрдың ғой. Қазір қолыңда тұрды ғой сенің, қайда кетті? Достар. Сен пранк жасап жатсың ба? Жоқ, сен пранк жасап отырсың ғой. Достар, біздің Чакинезамыз жоқ. Ана ұрлап кетті ма жоқ қазына? Қалай ұрлайды ол? Ұрласа сен көретін едің ғой бәрібір. Ол енді сиқыр болып мынаның ішіне кіріп кетті ғой, айнаның ішіне кіріп кетіп тұр. Чакинеза алып кеткен сияқты, өйткені Чакинеза айғайлай алмайды, нете алмайды, чисто жылай береді ғой ол. Бірақ мама, мен ойлап тұрмын да, что Триппитропа ол Чакидің туысқаны деп ойлап тұрмын. Өйткені ол алып кетсе, значит ол туысқаны ма бірнеңке сияқты ғой. Ол қайдан біледі біздің үйде Чакинеза бар екенін? Біз өзіміз шақырып алдық қой Триппитропаны. Бағанадан бері осы жерде отырды емес па? Достар, біз Чакинезамызды алып кетті, не істейміз, достар? Или Триппитропа оны өзінің сила магиясымен тартып алды, сондай шығар? Енді не істейміз, достар? Чакинезамызды алып кетіп қалды, достар. Біз барып бірнеге шақырсақ, оны бәрі жаман болып аяқталады ғой, достар. Болды, енді қандай дедіңдер? Триппитропа, Тұнтун Сақур, балерина. Ондайды вообще айтпаңдар, енді үйдің ішінде айтуға болмайды. Ол сендер айтсаңдар, анау магия сияқты әйтеуір біреусі келіп алады. Оны 300 атасаңдар, бір мемді 300 атасаңдар, ол үшін өмірге келіп алады сіздерді. Оның бірнеше способтар бар, ол сіздердің біздің әлемімізге келіп. Енді Чакинеза не істейміз? Біз кәдімгідей 4-5 күн үйреніп қалып едік қой Чакинезаға. Жердегі жалко Чакинезамен ойнап күшті болушы еді. Жоқ, мам, бірақ ең жақсысы ол Чакинезаны ол бізге зиян келтіреді деп біз қорқып едік қой. Енді қорқпайтын боламыз, ол қайтып келетін шығар, или просто бір жерде жаттырған шығар, ұйқысы келіп бірнеке. Не істейміз? Чакинезамыз жоқ, достар. Қалай істейміз енді? Қалай болады? Чакинезамыз ұрлап кетті, достар.
қиын болды. Бекер шақырдық трепи тропаны. Біз Чакинезаны шомылдырдық, күшті қылып ұстап, ойнап жүрдік қой. Достар, Чакинезамызды алып кетті. Енді бірақ қатты скучно болып қалатын болды ғой. Иә. Қызықсыз. Иә. Уже жердеге уже обидно болып тұр. Жылақсы кеп тұр, достар. Жерден жылақсы кеп тұр. Baby, no? No, baby, no, дейді әне достар. Жарайды достар, біз видеоны осымен аяқтайық, біздің настроениеміз жоқ. Настроениеміз жоқ. Иә, достар, енді келесі кезде сіздің үйіңізде бір қымбат, сіздерге жақын бір адамдар болса, трепи тропаны және әртүрлі мемдер шақырмаңыздар, ол сіздерге зияндық келтіретін болады. Жарайды, давайте, сау болыңыздар. Осы видеоға лайк басып, комментария жазып, колокольчикті міндетті түрде басыңыздар. Бізде қызықты видеолар шығады. Сонымен қатар Қазына мен Сағадаттың жаңадан шыққан влог каналына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол влог каналда біз Қазына мен Сағадаттың күнделікті видеолары, өміріндегі видеолар шығып тұрады. Ол күнделік деп аталады. Достар, енді жаз келатыр, жазда қыдырған, барған, ойнаған жерлерін бәрін сол жерге салып отырамыз. Достар, сіздер осы видеоны только подпискамен көріңіздер. Подпискасыз көрген адамдар және колокольчик басып көріңіздер. Подпискасыз көрген адамдар, олар сіздердікі дұрыс емес, өйткені көп проценті подпискасыз көреді екен. Ол дұрыс емес. Сіздер қазір қиын емес қой. Сіздерге қиын емес, бізге приятно, да? Я приятно. Сіздердің подпискаларыңыз және колокольчик, лайк басу, комментария жазу бізге ауадай қажет. Жарайды, сау болыңыздар. Осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Міндетті түрде колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, достар. Әне зердеге лайк керек. Біздің зердеге лайк керек. Лайк басыңдар, достар. Лайк басыңдар. Біздің ен Чакинезамызды алып кетті, достар. Осымен бітті Чакинезаның историясы. Давайте, сау болыңыздар. Осы видеоны ұнаса келесі видеоға шейін кездескенше сау болыңыздар.